Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен каналымда осындай испанский чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Рецепттер әдеттегідей описаниеда болады. Мен бірге болыңыздар. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек өнімдер бізге творожный сыр, 540 грамм творожный сырға 140 грамм шекерімізді салып, толықтай шекеріміз ерігенше осылай миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін біздер жүгері крахмалын қосамыз, оны да толықтай араластырып аламыз. Одан кейін бізге 2 ас қасық лимон шырынын қосып, оны да миксерлеп алатын боламыз. Бізге 33-34% 340 грамм сливки керек. Сливкемізді мен 2-ге бөліп қосып жатырмын. Одан кейін осылай екеуін барлығын араластырып миксерлейтін боламыз. Мен көріп тұрғандарыңыздай ыдыстарыңыз шұңғыл болсын, шашырап жатыр. Мен қазір миксерлеп болғасын басқа ыдысқа салып алатын боламын. Одан кейінгі кезек бізде жұмыртқа. 4 жұмыртқамызды алып, вилканың көмегімен кішкене араластырып алдым. Жұмыртқамызды осылай бір емес 3-ке бөліп, бірден қосуға болмайды. 3-ке бөле отырып, миксерлеп араластырып аламыз. Одан кейін 230 градуста жарты сағат көлемінде пісіріп аласыздар. Одан кейін менде 20 сантиметрлік кольцаға осылай пергамент қағазын төседім. Пергаменттеріңіз кольцадан биіктеу болу керек. Көтеріліп піскен уақытта біздің пергамент қағаздарымыздан асып тасымау керек. Міне құйып алдық. Енді бұл піскен кезде беттері күйген сияқты қоңырайғанша пісіріп аласыздар. Және де өте биік болып піседі. Содан кейін суыту барысында чизкейктарымыз 2 есе отыратын болады. Менде видеом түспей қалған. Және де осындай шоколадтарымызды ерітіп алып, кескен чизкейктарымыздың үстіне құя отырып, осылай әдемілейтін боламыз. Және чизкейк шоколадпен өте дәмді болады. Осылай шоколадпен әдемілеп алып, әдемілік үшін жан-жағын шоколадпен узор салып кетсеңіздер болады. Қалғаныңызша тапсырысқа да жасауға болады. Үйге де жасап көріңіздер. Өте дәмді, бір жасағаннан дайын болады. Дәмі дегенде өте керемет. Өз қолдарыңызбен жасасаңыздар, одан әрі дәмді болады. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.